Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Оқу мақсаты өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу. Мұғалім көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды табу. Мұғалім көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер, жұмбақтар жазу, немесе дайын ұйқастарды қатыстырып, шумақтар мен санамақтар құрастыру. Сабағымыздың мақсаты өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып айтады. Шығармадағы көркемдегіш құралдарды тауып, қолданады. Мұғалім көмегімен шағын ертегілер, жұмбақтар құрастырып жазады. Бағалау критерийлері: өз ойы мен сезімін жеткізу үшін тірек сөздерді қолданады. Шығармадағы көркемдегіш құралдарды тиімді пайдаланады. Тақырыпқа сәйкес шағын ертегі құрастырады. Ал балалар, қазір бізде миға шабуыл әдісі. Балалар, суреттен не көріп отырмыз? Осындай түрлі түстерді басқа қайдан көреміз? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы Мұзафар Әлімбаевтың «Кемпірқосақ» өлеңі. Мұзафар Әлімбаев 1923 жылы 29 қазанда Павлодар облысы Шарбақты ауданы Маралды атырабында дүниеге келіп, 2007 жылы дүниеден озды. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Ал балалар, сендер кемпірқосақ қалай пайда болады? Соны білгілерің келеді ме? Олай болса, төмендегі сілтемені басып, шағын ғана бейнероликті тамашалаймыз. Әр адам жастайынан кемпірқосақ түстерін біледі. Бірақ бұл әдемі құбылыс қалай түзіледі? Кемпірқосақ пайда болу үшін екі шарт орындалуы қажет. Күн аз ғана сүйір бұрышпен сәуле түсіріп, жаңбыр суынан, тұманнан, су бүркемесінен не таңғы шықтан шағылуы керек. Жарық ауаға қарағанда су арқылы баяу өтеді. Сондықтан жарық толқындары ауадан суға өту кезінде жылдамдығын өзгертіп, нәтижесінде сынады. Бұл құбылыс рефракция деген атпен белгілі. Күннің ақ сәулесі жаңбыр тамшысына енген бойда сынады. Күн сәулесі тамшының ішінде шағылып, одан шығар кезде қайта сынады. Осы процесс барысында ақ жарықты құрайтын спектр түстері түрлі түске бөлінеді. Бұл толқын ұзындығына байланысты. Әр түстің толқын ұзындықтары әртүрлі болғандықтан, кейбір түстер басқаларға қарағанда көбірек сынады. Спектрдің әртүрлі түстерін жасау үшін күн сәулесі су тамшысынан 40 пен 42 градус аралығындағы бұрышпен сынып шығуы қажет. Жарықтың әрбір жаңбыр тамшысынан нақты бір бұрышпен сынып шығу салдарынан біз кемпірқосақты доға ретінде көреміз. Кемпірқосаққа жету мүмкін емес, өйткені оған жақындаған сайын бұл елестер басқа тамшылар жиынынан өтіп алыстай береді. Яғни ешкім ешқашанда бұл ғажапқа қол жеткізе алмайды. Ал балалар, бейне роликті тамашалап болсақ, келесі әдісімізге көшейік. Кім жылдам әдісі? Өлеңді мәнерлеп оқып, ішінен тірек сөздерді табыңдар. Өлеңнің мазмұнына байланысты сұрақтар құрастырыңдар. Кемпірқосақ.
Жаңбыр жауып басылды, аспан шайдай ашылды. Көкте қызыл жасылды, кемпір қосақ асылды. Мектебімнің тойдағы қақпасындай әдемі, мың құбылып жайнады, қызықтырып әдейі. Құлпырғаны қызығақ, 7 түрлі бояумен, бір кесегін үзіп ап, үйме әкеп қояр мем. Әттең бойым жетпейді, әттең қолым жетпейді. Дескриптор өлеңді мәнерлеп оқыды, өлеңнің ішінен тірек сөздерді таба алды, сұрақтар құрастырды және сұрақтарға жауап бере алды. Келесі әдісіміз балалар, 3 сөзді сөйлем әдісі. Берілген суреттерге мұқият қара. Тірек сөздерді пайдаланып, шағын ертегі құрастыр. Құрастырған ертегіні сөйлемдердің құрылымын сақтай отырып, әдемілеп, қатесіз дәптерімізге жазамыз. Балалар, бастаған ертегілерімді ерте-ертеде, баяғы бір заманда деп бастасақ болады. Қалағандарыңша бір ертегі жазып шығамыз, 3 сөзді сөйлемнен тұратын. Дескриптор сурет бойынша тірек сөздерді пайдаланды, тақырыпқа сәйкес шағын ертеге құрастырды, сөйлемдердің құрылымын сақтай отырып сауатты жазалды. Балалар, тапсырмаларды орындау барысында әбден шаршаған боларсыңдар. Олай болса, сергіту сәтін жасап жіберейік. Сергіту сәті заряд алу деп аталады. Оқушылар орындарынан тұрып, бір-бірімізге дене жаттығуын көрсетеміз. Бір оқушы, қалған оқушылар соны қайталайды. Солай ары қарай жалғаса береді. Балалар, енді бізде масақ әдісі. Берілген кестенің оң жағына көркемдеуіш сөздерді, соған қарама-қарсы теңеу сөздерді жазамыз. Соңында тапқан теңеу сөздерді қатыстырып, жұмбақ құрастырыңдар. Олай болса балалар, тапсырмамызды орындауға кірісейік. Дескриптор көркемдегіш сөздерді жазды, көркемдегіш сөздерге теңеу сөздер жазды, теңеу сөздерді қолданып, жұмбақ құрастыра алды. Ал енді балалар, бізде бағалау, қара жәшік ішіндегі жұмыс деп аталады. Мақсаты оқушының оқуға деген ынтасымен өзін-өзі бағалауына ықпал етеді. Өткізілу формасы сабақ соңында оқушыларға бір-біріне тиімді сұрақ қойғызу арқылы кері байланыс жасатуға, оқуға белсенді қатыстыруға, өзін-өзі бағалауға қатыстыруға болады. Бағалау критерийлері өз ой мен сезімін жеткізу үшін тірек сөздерді қолданды, шығармадағы көркемдегіш құралдарды тиімді пайдаланды, тақырыпқа сәйкес шағын ертегі құрастырды. Ал олай болса балалар, үйге тапсырма, төмендегі сілтемені басу арқылы Дарын онлайн платформасынан тест тапсырамыз. Тестті толық аяқтап болғаннан кейін маған жіберуді ұмытпайық. Кері байланыс осы сабақта білгенім жазамыз балалар. Ең әсерлі сәтім. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.